Күнекейдің жазығы. Қой қайда? Бір тамса да соған тамсын деп, тұяқ бір шеге қақса да, иллахи ниет қылдым Күнекейдің қалың малын өтемекке деп қағып, тапқан таянғанын тамызықтап төлей берді. Әйтеуір бере берген соң еңбек қой, малынан құтылуға таяп еді. Ол есік көрсет деп қыңқылдағалы қашан. Әдейілеп адам жіберіп үзілді-кесілді хабар алайын дейтін тұяқ қайбір көшебелі кісі. Тек өткен-кеткеннен әлгі қыңқылын қайталай берді. Шекер қойсын әрі, балам жас деп аяғына отырғызбай жүретін. Сөйтіп жүргенде тұяқтан әдейілеп елші келді. Кәдімгідей адам сияқтанып амандасып, жөн жапсарын Құдай екендігін айтып отырды. Тұяқты кемсінген соң, Күнекей о жақтан келген қайындарынан да пәлендей қаймыға қоймайтын. Бұл жолы да Кейқуатқа көк екенімді көр дегендей міз бақпай отырып алды. Тасаланатын көзінің соқыры, мұрнының пұшығы жоқ. Жә, бәріп отыра қоятын жау байлардікіндей оң жағында ағасының ақ отауы тұр ма? Жасық адамша несіне бетін басып, жас балаша қайдан үй айналып жүрсін. Елші де пәлендей епті жігіт емес. Екі ұрықты періп кетпелеу мінезі болушы еді. Отырсаң отыр, әкеңді танытайын деген немеге шешесі мен екеуі отырған жерде. Құдаларыңыз сәлем айтты. Күйеу балаңыздың ішкені ас болатын емес. Не қылса да ел жайлаудан қайтпай тұрып, мені бірдеңе қылсын дейді. Ендігісін өздеріңіз білесіз. Мен мойнымнан түсірдім деп, тосыннан тосын қойып қалды. Күнекей түк естімегенсіп төмен қарап сұрланып, инесін жылдам-жылдам шанша берді. Шекер көзінің астымен қызына бір қарап, құдаға бір қарап, азырақ кідіріп қалды. Соңғы кезде Шекер бұрынғысынан ойысып, икемге келейін деп еді, өйткені баласының жас еместігіне көзі жеткендей болды. Құлыпты өзі ашып, түнде өзі шығып жүрген, жүрек жұтқан қыз қатқаны жас болсын ба? Қаршадайынан ауызға ілінген, өзіне тартқан зәр шөп бір күні жер соқтырмасын кім біледі. Сондықтан құданың сөзіне үндемей қоюдың жөнін таба алмай, бір есептен Күнекей естісін деп. Сәлем айтса, енді несі бар? Жөні бар сөз. Өз қызымыздан өзіміз қашқанмен бола ма? Деп сипай салды, есек дәмелі жауап берді. Соны айтқанда Күнекейдің қабағы түсіп томсырая қалды. Құдайдың бұйрығы, әйтеуір жат-жұрттық боп жарылғасын қимағанмен қайтейік енді дегенде Күнекей ұшып түрегеліп тарс-тұрс етіп шыға жөнелді. Қызының бұл қылығына Шекер дегенде, ойбай-ау, мынанікі не деп өтірік мырс еткен болса да, артынан баласының жастығын, жабдығының сай еместігін, жоқшылығын айтып, өзі де қамығып, көзіне жас ірікті. Құдасы кеткесін Шекер қызына доң айбат көрсетіп ұрысқан болды. Жеңілсің, баласың, есің жоқ деді. О несі екен? Кісінің көзінше тарс-тұрс етіп деді. Несі бар оның деп тұяқты мақта білтелеген болды. Бірақ оның бәрі тек шеше болған соң айтылған, қара судай кенеуі жоқ, бос сөз екенін Күнекей де ұқты, шешесі де сезді. Күнекей күйеуінің келуіне түк айтпады, көңіл білдірмеді, бітеу жара болды да қойды. Күнекейдің үндемегенін апасы көнгенге жорыды. Бір күні кешке таман байдікінен алған жамандаттың сүйек саяғын асып, орталарына қойып жеп болған кезде төрт көз түгел отырғанда Шекер құда күйеулерінің келетінін естіртті. Өзгеден бұрын, немене тығыл таяңдатып деп Жұматай түксейді. Онысы қарындасын қимағаны, тұяқтан қызғанғаны еді. Сен не білесің? Малын беріп бітіріп қойды. Оның жазығы не? Жайға қаратқанымыз жеткендей болды, деп Шекер бастырмалатып тастады. Құлтума тоқпақ жіліктің жуан басын мүжіп болып, кішкене басын өзіне қаратып алып еді. Шықпылындағы жылтан қараққа алтын тауып алғандай шұқшиып, апармай жатып аузы бүлк-бүлк етіп, істік пышағын тісіне шақырлатып сұғып қалып, жылтың еткізіп суырып алып жатыр еді. Жылтан қарақты құтты жеріне қондырып, көңілі дауалаған соң жайымен отырып, оған бір қой сою керек деп қоңқ етті. Қой соймай, бір түгілі екі қой соярсың. Бір қойды ауыл үйге берем, ырым істеймін. Бір қойды құдаларына қонағасыға бересің деп Шекер соқты. Ненің ырымы? Қой қайда? Деп Құлтума қоңқылдады. Қайда болсын, табасың. Екеуің бірдей сомадай болып отырып, жалғыз қызымды қуартқаным ба? Деп Шекер қызының шашбауын көтерген болды. Ауыл деп, ауылды тойғыз аламыз ба? Жылқы сойып берсең де жоқ болмайды деп Құлтума сіресті. Ол байғұстікі борыш-қарыштан қашқандық қой. Құлтуманың тайталасқанына Шекердікі де ұстап кетті. Сенің не білгенің бір? Немене аузыңа келгеніңді күйсеп отырғаның? Малға жігіт боп.
Малы тұрсын, басыңда билік бар ма? Шірік-ау, сен Көксаудың қара табан құл емеспісің? 40 қарасы бар. Дүймағамбеттікі де 15 сом, сен де 15 сом алып төледің. Бір ауыз ләм деуге жарадың ба? Аузың кепердей боп қара басып отыруың. Осындай бір пысық жігіт бола қалатыны бар дейім өзінің. Бұл пысықтығыңды Көксауға неғып көрсетпей жүрсің? Өлде маған. Қайда өз қызыңа өзім соям дейтін кісі емеспісің? Әй, шіркін-ай, қайтейін сені, қайтейін. Әуелі сыбағалы көтеніңе ие бола алмай жаңылға жегізіп отырып, сен билік соққанды не қыласың? Саған неткен билік? Жүре бер қойыңды құрттап, қойыртпағыңды ұрттап. Сенде түйсік, сенде мынадай сана болса, Күнекеден мал аяр ма едің? Жұрттың басынатыны сенің қортықтығың ғой. Әйтпесе Күнекейім қайбайдың қызынан кем. Сенде сүйек жоқ, намыс жоқ, кісі емессің. Білдің бе? Қысып отыр аузымды қыздырмай деп, Құлтуманы бір жола орнынан тұрғызып қалды. Құлтуманның аузы мұрны маймылдың тұмсығындай қомпайып, сорайып, аңырайып, ақымақ болды да қалды. Мына сияқты көк айыл кер ауыз қатынға неғып шыдап жүргеніне өзі де таң қалды. Ішінде бірдеңе түйіртпектеніп тұрғандай болса да, бірақ оны шетінен тарқатып, ашудың аузын ағытып, құтырын төгуге тілі түскірі жетпеді. Ол түйіртпек өңешімен өрлеп келіп, дәл жұтқыншағының түбіне тоқтағанда, ернін сылп-сылп еткізіп, 2-3 тамсанып, кезеніп отырып, осы елге неғып болыс болмай жүргенсің деді. Әдірам қал, тілінің ашысын жаман шіріктің деп, шекер тағы бір талай жерге апарып тастады. Құлтума бұл жолы қомпайған тұмсығын жинастырып, сабасына түсіріп, пышағының майын бармақтарымен сыпырып жалап, тізесінің астына қойды да, Жұматайдың қолындағы шоқпытты шетінен тартып, екемсіз қара қайыс қолын үйкей берді. Таз Жұматай алғашқыда немене тығыл-таяңдатып деп арындап қалса да, артынан әкесінің қойға саудаласып отырғанын естіп, бір қой жетпейді, тойырымын қылмай бола ма деп шекермен қабаттасып бір-екі айтып қалды. Жұрт қызының күйеуі келгенде той қылушы еді деп, о да тыраштанбақ болғаны ғой. Шекердің Құлтуманы Құдай аманаты жосып тастауына Жұматайдың сөзі де қамшы болды. Жалғыз-ақ бұл сөзге Күнекей қатысқан жоқ. Шешесі шаптығып жатқанда қолын жуып, сүртініп, тысқа шығып кетті. Құлтума сыбағасын алып, жайланып, жантайып, бір борбайын көтеріп, тыр-тыр қасынып жатып, қой қайдан табылар екен деген ойға батты. Бұл ой Құлтумаға мемлекет мәселесін шешкеннен бір кейін соқпады. 600-700 қойды қысы-жазы өзі бағып, өзі қағып, суығына тоңып, ыстығына күйіп жүрсе де, өзінде бір қой болмау деген не деген сұмдық. Далада өзге қоймен шендескенде, алдындағы о қойды өз қойындай көріп, қайтар қойым қосылады деп бақырушы еді. Бөтен қойға бір қойы кетсе, өз қойынан жаман, бір қойым жоқ деп қотаннан-қотан қоймай іздеуші еді. Қойы аз қойшыларды көтен басындай немеңді әр айда деп кемсітуші еді. Сол өз қойым жоқ деп жүрген қойдан бір қойға билігі келмейтінін жаңа білгендей болды. Мұны сірә бұрын ойласайшы. Япыр-ай, бұ қалай? Байдың бір қойын сұраусыз сойып тастаса ғой, ұрлап сойдың деп төбесіне әңгір таяқ ойнатып, басына қосақ көтіне тіркеуімен төлетіп алады. Өзін көтке бір теуіп шығарып жібереді. Бір қой емес, пәлен 100 қойды оңалтамын, қасқырға жегізбеймін, ұрыға алдырмаймын, ұраға жықпаймын, шұқанаққа үйелетпеймін, бір қозысын далада қалдырмаймын, бір тоқтыны құрттатып өлтірмеймін деп, Құлтума қанша шыжақ болады, екі көзі 4 болып қадағалап қарайды. Құлқын сәріден ымырт жабылғанша жалғыз өзі құла түзде сарылып қоймен қой болып жүргені. Сонда да бір тәңір жарылқасын жоқ. Сонда да бір қойдың қанына ортақ бола алмайды. Бұ не деген жұртшылық? Бұ не деген қорлық, құлдық адам емес, қой болғандық. Япыр-ая, бұ қалай болды? Сол дәулет масы жатып ішер мырзаларға бір күн өз қойын өзіне баққызып байқар ма еді? Білер еді сонда қой баққанды. Құлтуманың бұл ойлары қансонардағы қоянның ізіндей сайрап келе жатып, қойдың шарлауына соққандай шатасып, бытысып, алғашқы бет алысынан көз жазып қала берді. Қазір бір қойды борыштанып тауып алып, соңыра байдың бір қойын далада ұрлап беріп жіберген дұрыс па? Немесе анау қойшылармен айлалас болып, біреудің бір қойын қақтырып әкеліп сойып тастаған жөн бе? Бірақ бұл қойды қайдан алдың деп біреу етін көріп қойса, ол барып айтып қояды-ау. Япыр-ай, бұ қалай болды?
Қалай да қой табу керек. Бір емес, екі қой. Қатын о бір құдайдың пәлесі. Ойына бірдеңе алса, өлуіне бейіл болмайды. Бұ қызы түскірдің өзі де бір пәле екен ғой. Жоқ жерде қой іздетіп, дәнеңе ойламай қойын бағып жүре берген де бір ғанибет екен. Япыр-ай, бұ қалай болды? Қалай табады, ә? Қанша ойланса да аяқтап келгенде япыр-ай, бұ қалай болды деген тығырыққа айналып кеп тіреле берді. Сол тығырықтан жол тауып шыға алмады. Ал Жұматай қойды мәз ойлап басын қатырған жоқ. Ол ана жылы ғана тұлымшағы ербиіп, борбайы жалт-жұлт етіп жүгіріп жүретін қаршадай қаратабан қарындасының бүгін ер жетіп қатын болуға жарап, әлдебір бөтен еркекпен құшақтасып жататынын ойлап, әрі таңырқап, әрі қызғанып, әрі түсінбей, бір тосын жұмысқа оқыс жолыққандай, о да тығырыққа қамалды. Бірақ оның тығырығы құлтуманыкіндей бұлтарысты болмады. Күнекейді ойлап отырып, соның өз басына қарай көшті. Тұяқ келеді, күйеу боп отырады. Әнеугі шәмшиге ұқсап, бұда қашан оңаша үйде қыз құшақтар екен. Бұ қашан қалыңдық ойнар екен. Мұның қалыңдығы да Күнекей секілді бүлдіршіндей қара торы қыз болар ма екен? Жоқ әлде Нысанбайдың жырық қара қызындай бір сұмпайыға түскелер ме екен? Құрып қалсын, Құдай жырықты көрсетпесін. Шешесі әлгі сақаудың пішәнін аузына алып жүруші еді. Ол әлі 7-8-де, қыз сияғы жоқ, бір пері. Өскенде қандай болар екен? Ода Күнекейге ұқсап шашпау тағып қыз болар ма екен? Жоқ сонда да танауынан қос боз аты жылтыңдап, бет-аузы сауыс болып тұрар ма екен? Деген ойлардың аяғы кешегі өзінің Тұрсынға, түйеші шал Жаманайдың қатынына бір жөргемшек беріп, есің ала жүр дегеніне соғып, соған қалай бару, қалай жанасудың амалына шауып кетті. Сол ойдың үстінде мұрнын бір тартып, самайын бір қасып, байдікіне жұмысына қарай аяңдады. Шекер бір қыдыру шиыршық атып, қара табақты қазан түбіне қарай итере тастап, тері дастарханды сүйек саяғымен саудыратып, есіктен ыршыта қағып, ақ күшікті аяғымен бүйірден бір теуіп, қайта келіп, жүресінен талтайып қолын жуып отырып, шымшуырымен алдындағы отты көсеп-көсеп жіберді. Мұның бәрі үй ішін қыран шапқандай қылғаны, қырланғаны, ашуланғаны еді. Құлтуманың жамандығына, кедейлігіне, кемдігіне, жайда қабырғасы мұздай жабық боп сөйлейтін басы, ертең күйеу келгенде досқа күлкі, дұшпанға таба болам ба деп қауіптенгені, кейігені, күйзелгені, тарылғаны еді.